Сәлеметсіздер ме, құрметті 11 сынып оқушылары? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы іздеген жетер мұратқа деп аталады. Бүгінгі сабақтан білетіндеріңіз: мақсат, мұрат, арман ұғымдары. Мақсатты жақсылыққа бағыттау мұратқа жеткізеді. Оқушылар, енді төмендегі сұрақтарға жауап бере кетейік. Мақсат, мұрат, арман деген ұғымдарды қалай түсінесіздер? Сіздер нені армандайсыздар? Қандай мақсаттарыңыз бар? Оқушылар, әр адамның алға қойған мақсаты, арманы болады. Мақсатқа жету оңай емес. Оған білімді, парасатты, еңбекқор, шыншыл болу қажет. Мақсат қойғанда тек өзімізге пайдасы тию үшін ғана емес, отанымызға да, отбасымызға да, қоршаған ортамызға да пайда әкелетіндей болуы керек. Және де мақсатқа жету жолында ар-ождан мен адалдықты, шыдамдылықты, сенімді серігіміз етіп алсақ, онда мақсатымыз дұрыс жолмен орындалары анық. Әр адамның жан дүниесінде тамыр жайған арманы бар. Арман адаммен бірге өседі, өркендейді. Арман адам көкейіндегі ізгі ниет, болашақтан күтер үміт, алға қойған мақсат. Қазақ халқында армансыз адам жоқ делінеді. Арман сөзінің қолданылу аясы кең. Ол шығармашылық қиялдың дайындық сатысы да. Бүгінгі сабағымыздың дайек сөзі Мұхтар Шахановтың «Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға». Оқушылар, енді дайек сөзді талқылайық. Ол үшін төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Дайек сөздің мағынасын қалай түсінесіздер? Осы дайек сөзден қандай ой түйдіңіздер? Ал енді оқушылар, сабақты әрі қарай тереңірек түсіну үшін мына бейнефильмді көрейік. Мен осы жерден қалай қарай кетуім керектігін айтыңызшы. Өзің қайда барғың келеді? Маған бәрібір, деді Алиса. Олай болса, қайда барсаң да онда бар, деді Мысық. Бұл Чешир мысығы мен ғажайыптар еліне тап болған Алиса деген қыздың арасындағы әңгіме. Шын мәнінде, ертегіден келтіретін осы бір қарапайым мысалдың өзі мақсатсыз адамның қарекетін дәл беріп тұр емес пе? Мақсатты қалай таңдау керек, және сол мақсатқа жету үшін не істеу керек? Алдымен қалау, арман және мақсат дегенің бір-бірінен қандай айырмасы бар екендігін айтып берейік. Қалау бұл бір сәтті ғана қызығу сезімі. Арман адамды алға сүйрейді. Алайда кей кезде біз құр арман қуымызда оған жету үшін де ешқандай әрекет жасамаймыз. Ал енді мақсат ең маңызды көкейкесті мәселе. Біз алдымызға мақсат қойып, мұншама мерзімде орындауым керек деп белгілі бір нәтижеге жету үшін әрекеттенетін болсақ, ол кезде біз нақтылы іс-қимылға көшеміз. Мақсат маңызды, дәл кесіп пішілген болу керек. Ол бір сәтті құбылыс емес. Мысалы, жоғарғы оқу орнын 5-ке бітіру, шет тілін сөйлегенде ағып тұратында үйрену, үлкен қалаға көшу немесе тұрған жеріңде бір іс бастау, үй салу, жақсы жұмысқа орналасу. Өмірде мақсаты бар адамдар әйтеуір күн өткізіп жүргендерден ерекшеленіп тұрады. Мақсат адам өміріне мән мағына береді, үнемі алға ұмтылуға үйретеді. Әлеуметтанушылар мынандай қызықты құпиямен бөліседі. Ол құпияның жігерлі адамдарға берері мол. Алдыңызға мақсат қойғаннан кейін оны қайта-қайта көтеріп отыру керек. Тасы өрге домалап тұрған іскер адамдар осылай істейді. Психологтардан тағы бір пайдалы кеңес: мақсатты жақсы нәтиже көздеп қою керек. Өйткені адам миы теріс қылыққа қарсы тұрады да, адам түйсігі қырсығып қалады. Мысалы, кедей болғым келмейді деудің орнына, мен айна мынанша ақша табуым керек деп өзіңізге қажетті соманы атағаныңыз жөн. Мақсат өзіңіз үшін де, айналаңыздағы адамдар үшін де анық та нақты болу керек.
Ал егер нәтижесі көңіл қуантатындай болу үшін, әрбір ұсақ түйегіне дейін анықтап алу керек. Мысалы, үлкен үйім болғанын қалаймын деудің орнына 6 бөлмелі 250 шаршы метр, терезелер үлкен, еңселі, заман талабына сай үлкен үй деген сияқты болсын. Мақсат және нақтылы мерзімде орындалуы тиіс. 5-6 жылдан соң дегеннің орнына 2020 жылдың 1 қаңтарында деп шегелеп алыңыз. Мақсатқа жету үшін әрекет жасағанда оның зияны болмай ма? Өзіңіздің де өзге мақсаттарыңызға да кесірі тиіп кетіп жүрмейме деген сияқты мәселелерді алдын ала ойластырып алу керек. Егер де осындай қауіп туындаса, маңызды іске кезек беру керек. Сіз мысалы, келесі жылы жер шарын аралап шығуды мақсат еттіңіз дейік. Алайда өзіңіз студент не мектеп оқушысыз. Ұзақ сапар оқуға кесірін тигізері сөзсіз. Ондай жағдайда сапарға оқуды бітіріп алғаннан кейін шығамын деп мерзімді кейінге шегеріңіз. Алдымен мақсаттың қаншалықты орындалу мүмкіндігін таразыға салу керек. Мақсатыңыз өзіңізге аса күрделі болып көрінсе, мүлдем бас тартып жүрмеңіз. Асықпай жақсылап тағы ойланыңыз да, қажет болған жағдайда орындалу мерзімін аздап кейінге шегеріңіз. Жадым өткір болғаннан көрі, ұшы мұқалған қарындашым болсын деген белгілі мақалды есіңізге түсіріңіз. Қағазға түсірсең, бүге шүгесіне дейін жазып қойылған мақсат түйсікке әрекет етуге нұсқау сияқты қабылданады. Міне сіз түпкі мақсатты анықтадыңыз, оны қағазға түсіріп те қойдыңыз. Алайда дұрыс жол таңдағаныңызда және бұл жол өмірлік жолыңыз екендігіне қандай кепіліңіз бар? Жауабы өте оңай. Мақсатыңызды бағыштап аздаған әрекет жасап көріңіз. Жан дүниеңізде және айналаңызда сол сәтте не болып жатқанын мұқият бақылап отырыңыз. Мақсатқа жету жолындағы алғашқы ұмтылысыңызға жүрегіңіз қуаныштан үлпілдей ме? Бойыңызды жақсы эмоция кернесе, мақсатыңыз дұрыс екендігін, ал жағымсыз эмоциялар сезсеңіз, таңдаған жолыңыз тайғақ жалған екенін білдіреді. Әр күні атқарылған істің нәтижесін шығарып отырыңыз. Атқарған әрекетім мақсатыма жетуге септігі тиіп жатыр ма деп, өз-өзіңізге жиі есеп беріңіз. Ғайыптан тайып бір керемет бола қалады екен деп қол қусырып қарап отырмай, өзіңізге сеніммен қарап нақтылы іс әрекетке көшіңіз. Жол сапар алғашқы қадамнан басталады. Жол мұраты жету. Міне, осы сәттен бастап, түскен соқпағыңыз ұлы жеңістеріңізге апарар даңғылға ұласқай. Ал осы бейнефильмде айтылғандай, мақсат ұғымына тоқтала кетсек. Ол үшін төменде берілген сұрақтарға жауап бере отырып іздестірейік. Бейнефильмде айтылған ойлармен келісесіздер ме? Мақсатқа жету үшін не істеу керек екен? Арман мен мақсаттың қандай айырмашылығы бар? Жадым өткір болғаннан көрі, ұшымы қалған қарындашым болсын деген мақалды қалай түсінесіздер? Бейнефильмнен қандай ой түйдіңіздер? Бүгінгі тақырып бойынша алған білімдеріңізді бекітіп, дұрыс әрекетті іздеу жолында өз ұстанымдарыңыз бен ой пікірлеріңізді қалыптастыру мақсатында шығармашылық тапсырмаларды орындауға шақырамын. Бірінші тапсырма: менің мұратым мені қайда жетелейді? Деген тақырыпта төмендегі қадамдарды басшылыққа алып зерделеңіздер. Дәптерге жоспарын жазыңыздар. Құрметті 11-ші сынып оқушылары, естеріңізде болса, біз шынайы көшбасшының қалыптасуы деген тақырыпта жобамен жұмыс жасап жатқан болатынбыз. Шынайы көшбасшының портретін жазыңыздар. Шынайы көшбасшыға тән қандай қасиеттер сіздің бойыңызда бар? Қай қасиетті дамыту қажет? Жоба күнделігіне бақылау нәтижелерін жазыңыздар. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақты қорытындылай келе, Сара Алпысқызы Назарбаеваның сөзімен аяқтағым келеді. Адамның ерік жігері, интеллектісі, өзіне де, өзгелерге де қайырымдылық жасауға деген ұмтылысы үлкен күш екенін түсіндім. Ықыласың болса, тау қопаруға да болады екен. Адамның күші жетпейтін ештеңе жоқ. Сеніммен одақтас болғаннан кейін ой санамда, міне, осындай сілкініс болып өтті. Сенімім артқан сайын істерімде алға басады. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.